Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы ғалымдарымыз Алладан алыстаған адамның халін бір айдаладағы адасқан жолаушыға теңейді екен. Яғни ең үлкен қасірет адамның Раббысынан алыстап бара жатқандығын сезбеу екен ғой. Ізгілердің айтуы бойынша Алладан алыстағанымыздың басты үш белгісі болады. Ең бірінші уақыттың мағынасыз істерге жұмсалуы. Хасанул Басридің керемет сөзі бар: Алланың бір пендеден теріс айналғанның басты белгісі оның өзіне қатысы жоқ бір пайдасыз істермен айналысып кетуі дейді. Егер адамның күні бір мағынасыз әңгімелермен, әлеуметтік желідегі бос уақыт өткізумен, біреудің өмірін талқылаумен өтіп жататын болса, және ол бұған еш өкінбесе, қымсынбаса, бұл Алланың оны өз назарынан тыс қалдырғанның белгісі. Өтіп жатқан уақытымыздың берекесінің қашуы рухани құлдыраудың басы екен. Екінші, ғибадаттан ләззат ала алмауымыз. Яғни бұл белгі жүректің қатаюымен байланысты екен. Адам намазға тұрады, бірақ оны ойы дүниеде. Дұға етеді, бірақ тілі мен жүрегі екі бөлек. Ғазалидің сөзі бар: сау адам үшін балдың дәмі тәтті, ал безгек деген науқас үшін балдың дәмі ащы келеді ғой. Яғни, егер жасап жатқан құлшылығымыз ащы немесе ауыр болып көрініп жатса, білуіміз керек, біздің рухымыз қатты ауырып тұрғандығын. Үшінші белгі, күнәға бой үйретіп алуымыз. Яғни бұл ең қорқынышты белгі екен. Адам күнә жасайды, бірақ ар ұяты мазаламайды. Тіпті құлшылықты тастап қойса да, дүниесі түгенделіп, кәсібі жүріп, ақшасы көбейе береді. Истидраж деген нәрсені Ғазали айтады, бұдан қатты сақтандырады екен. Алла пендесінің дұғасын, дауысын естігісі келмеген уақытта оның сұрағанын дүниелік тұрғыда үйіп төгіп береді де, өзіне мүлдем алыстатып қояды екен ғой. Адам ойлайды, мені Алла тағала жақсы көргендіктен беріп жатыр деп алданып қояды екен. Бұл рухани жансыздандыру деп айтады. Яғни адам өліп бара жатса да ауырсынудың сезбеуі, күнәға белшесіне батып бара жатса да жүректің сәл де болса тітіркенбеу екен. Имам Ғазали айтады, Алладан алыстау бір күнде ғана бола қалатын нәрсе емес дейді. Ол жүректің кішкентай дақтарымен біртіндеп қапталу деп айтады. Аллаға жақындаудың ең төте жолын келесі бір рельстерде айтамыз. Алла тағала өзіне лайықты құл, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға лайықты үмбет болуымызды нәсіп етсін.